Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін күздік салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл күздік салатты ешқандай қуырмаймыз, тек банканың сыртынан қайнататын боламыз. Мен описаниеге толық рецепті қалдыратын боламын. Қанша грамм, қанша килограмм керектігін бәрін қалдырамын. Ең алдымен біз жақсылап қырыққабатымызды турап аламыз. Қырыққабатты, яғни капустаны жақсылап турап аламыз, видеодағыдай. Турап болғаннан кейін болгарскийімізді видеода көрсетілгендей ұзынша турап шығамыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің әр шыққан видеом сіздерге барып тұрады. Жақсылап турап болғаннан кейін болгарскийімізді қызанағымызды турайтын боламыз. Каналға тіркеле кетіңіздер, мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісіп отырамын. Жақында арнамда видео салатын рецепт шықты, соны қарап кетіңіздер. Помидорымызды, яғни қызанағымызды турап болғаннан кейін қиярымызды жақсылап турап шығамыз. Осыдан кейін теркадан өткізіп, сәбізімізді саламыз. Описаниеге толық рецебін қалдырамын. Жақсылап сәбізімізді саламыз. Енді жуамызды турап шығамыз. Жуамызды турап болғаннан кейін жақсылап чесноктарымызды турап шығамыз. Жақсылап турап болдық. Енді көкшөптерімізді жақсылап майдалап турап аламыз. Укроп пен менде петрушка. Енді ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Мен үлкенірек ыдысқа төңкеріп алдым. Енді жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді біз 3 қасық тұзымызды, яғни 1 үлкен қасық шекерімізді қосатын боламыз. Шекерді қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Және 5 таблетка аспирин қосатын боламыз. Аспиринді жақсылап қасықтың көмегімен езіп аламыз. Аспирин не үшін десеңіздер, салаттың бұзылып кетпесі үшін, ұзаққа жарамды болу үшін. Салып болғаннан кейін біркелкі қылып араластырамыз. Осы сәтте біз 150 немесе 200 грамм сұйық майымызды қыздырып, салатымыздың үстіне құямыз. Біркелкі қылып араластырамыз. Шамамен 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде біздің салатымыз басылады. Басылып суы шығады. Осы сәтте біз банкілерімізді манталарға қойып буландырып аламыз. Шамамен 10 минутқа, және қақпақтарын да жылы су, ыстық суға салып қайнатып аламыз. Шамамен 10 минут. Біздің салатымыз 1,5 сағаттай тұрды. Осылай суы шығады. Енді банкілерімізді түсіріп, мантаваркадан іштеріне салып шығамыз. Жақсылап. Менде шамамен 6 банка шығады. Менің құрметті көрермендерім, менің осы қазақша контентімді, қазақша видеоларымды дамуына үлес қосып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Салаттарымызды салып болғаннан кейін табанындағы суын үстеріне құйып шығамыз. Қатты толтырып жібермейміз. Енді осы салаттарымызды сыртынан біз қайнататын боламыз. Салып болғаннан кейін крышкаларын үстеріне қойып шығамыз. Енді біз осы кезде мантаваркамызды қойып, ішіне майлықтарымызды салып, банкілерімізді орналастырамыз. Және
банкымызды батқанша дейін үстіне суымызды толтырамыз. Жылы суымызды құйып, банкымыз батқанша дейін шамамен 1 сағатты қайнатамыз. Немесе 40-50 минут. Одан шығарып, қақпақтарын жақсылап жауып шығамыз. Менде қайнап жатқан сәті, яғни қайнап жатқан кезі видеоға түспей қалыпты. Жақсылап бұрап шығамыз. Барлығын жақсылап қақпақтарын жауып болғаннан кейін жылы жерге үстін жауып майлықпен шамамен 4-5 сағатқа қалдырамыз. Сосын салқындау жерге қоя берсеңіздер болады. Егер менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк баса кетіңіздер. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын.